Қайырлы күн қыздар, жұмыртқаның құймағымен дайын болатын өте дәмді, жеңіл салат түрін дайындайтын боламыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте оңай әрі дәмді. Ол үшін бізге колбаса қажет болады, яғни шұжық қажет болады. Осылай ұзынша етіп барлығын турап аламыз. Содан кейін қиярымызды тураймыз. Бізге бір дана қияр қажет болады. Орташа көлемде, оны да осылай ұзынша етіп турап аламыз. Қиярымыз дайын болды. Енді келесі кезекте біз жұмыртқадан құймағымызды дайындайтын боламыз. Яғни 2 дана жұмыртқаның үстіне тұзымызды салып, венчикті немесе осылай шанышқының көмегімен араластырып аламыз. Блинде пісіретін табамызға асын майлап, жаңағы араластырған жұмыртқамызды осылай құйып жіберетін боламыз барлығын. Бетінде кішкене сұйықтықтар осылай қалып қояды, оның барлық жерлеріне жеткізіп, осылай кішкене қозғаймыз, сол кезде барлық жеріне тарайтын болады. 3 минуттай отқа қоямыз, піскеннен кейін келесі бетіне аударамыз. Шамалы уақыттан кейін тез піседі. Бөлек алып, суығаннан кейін жіңішке етіп турайтын боламыз. Менің жасап жатқан салатым сіздерге түсінікті әрі ұнаған болса, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Дәл осы бейненің астында басқа да рецепттерді көре аласыздар. Барлығы түсінікті көрсетілген. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Кешкі асқа тағам түрлерімен көптеп бөлісетін боламын. Қыздар, біздің жұмыртқадан жасаған құймағымыз дайын болды. Енді ыдысымызға туралған колбасамызды және үстіне кукурузымызды саламыз. Содан кейін турап қойған қиярымызды және турап қойған жұмыртқадан жасалған құймағымызды осылай барлығын саламыз. Үстіне татымына қарай тұз саламыз. 2 ас қасық майонез саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Өте дәмді салат болып шығады. Әрі жасаған кезде де оңай. Уақытыңызды алмайды, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұрын соңды жұмыртқаны құймақ етіп жасап көрмеген болсаңыз да жасап көрсеңіздер болады. Өте оңай, уақытыңызды алмайды. Бұл бізде 2 тарелкаменен шықты салатымыз. Егер одан көп жасағыңыз келсе, рецептіні 2 есе қылып көбейтіп жасасаңыздар болады. Яғни барлығын 2-ден қосып шығасыздар. Қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Басқа да рецепттерді көре аласыздар. Барлығы түсінікті, нақты көрсетілген. Дәл осы бейненің астында